Қызым, қазақ халқының салтында үлкенді сыйлау әдептіліктің бір үлгісі болып табылады. Ата-ананы сыйлау, әжеңді сыйлау, атаңды сыйлау, үлкен кісілерді сыйлау, ізет көрсету адамның ең қастерлі қасиеттерінің бірі. Әдептілік тек сөзбен емес, іспен де көрінетін қасиет. Қоғамда сыйлы болғың келсе, әуелі өзің әдепті болуға ұмтыл, қызым. Siz qanday жұмыс жасаусыз? Мен мына түбіттен саған арнап nimша тоқып беремін. Мына ұршықпен иіріледі. Ұршық әжемнің көзінен қалған ұршық. Сол кісінің несінен тәрбиесі. Сол кісіден үйрендім. Тоқма тоқып үйрендім. Нәски тоқимын, nimша тоқимын, шөберелерім. Қызым, тоқыма өнері қазақ халқының ежелден келе жатқан үй жабдықтары және киімдері болып табылады. Осы тоқу үстіндегі түрлі түсті бояулар әлемнің үйлесімділігін, алуан түрлі сән үлгілерін таңдап, түрлі тоқу әдістерін меңгеру адамның талғамын, шеберлігін, ой өрісін жетілдіріп, көркемділігін сезіну қабілетін дамытады, қызым. Бүгін тоқыма өнері туралы сен көптеген мәліметтер алдың. Құрып қойып өрмегін, ұршықтарын ойнатып, сәнді мата өрнегін жасайтын кім? Жайнатып. Қызым, жұмбақтың жауабы қандай? Тоқамаса. Мына шөбереме nimшаны тоқып бердім. Мынау бидай өңді тоқыған себебім бидай ұсап өніп өссін дедім. Мынау жұлдыз, 7 жұлдызы тоқығаным жұлдыздай жайнап жүрсін дедім. Аспаны ашық болсын, ылғи жоғарыда көрінсін, өмір жасы ұзақ болсын деп тоқыдым. Айзада келініме nimшаны тоқып бердім. Мынау бидайдай өсіп өнсін, үбірлі шүбірлі болсын дедім, бақытты болсын. Қаздарының бала шағасының қызығын көрсін. Қызым, көктем келді. Көктем келіп, күн жылыды. Ал көктемде құстар жылы жаққа ұшып келеді. Сол үшін құстарға арнап біз екеуміз үй саламыз. Қызым? Әкесіміз жасаймыз. Қызым, мінекей, құстарға арналған ұямыз дайын болды. Енді бұны талдарға ілеміз. Мінекей, қызым, құстарға арналған ұямыз дайын болды. Алға іліп қойдық. Енді күн жылыда құстар осыған кетеді.